Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 10-шы дәріс. Таяммум. 2-ші бөлім. Алхамдулиллахи Раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфa'на бима алламтана, иннака аля кулли шейин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла, ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла, амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша фиқ сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда өткен таяммум тақырыбын ары қарай келген жерден жалғастырамыз. ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر. Таяммум тек қана таза топырақпен, тек қана таза жер жынысына ғана соғылады. Таяммум тек қана таза жер жынысына ғана соғылады. Егер жер жынысы таза болмаса, оған таяммум алынбайды. Бұл жердегі тахир деген сөздің мағынасы мутахир болу керек. Мутахир, яғни тазалаушы деген. Топырақтың барлығы тазалаушы емес. Кейбір топырақтар таза болады, бірақ тазалаушы сипатын жоғалтады. Мысалы, жерге, топыраққа, құмға нәжіс тисе, ол жер нәжіс болады. Нәжіс жерге намаз оқуға да болмайды, таяммум соғуға да болмайды. Бірақ сол нәжіс кеуіп, күннің ыстығына, желдің соғуына, кеуіп, құрғап, иісі қалмаса жерде, кеуіп, қатып қалса, құрғап қалса, және жерден нәжістің иісі шығып тұрмаған болса, ол жер таза болады. Таза болады, сондықтан ол жерге намаз оқу беруге болады. Бірақ тазартушы болмайды. Яғни ол жерге таяммум соғылмайды. Сондықтан таяммум тек қана таза әрі тазартушы жерге ғана таяммум соғылады. Сондықтан да таяммум соғылатын жерге нәжіс тимеген жер болуы тиіс. ويستحب لمن لم يجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ويستحب таяммум соғатын кісіге таяммум соқпастан бұрын мына нәрседен, мына амалды жасауы мустахаб амал болып табылады. Яғни сүйкімді амал болып есептеледі. Ол қандай амал? Лиман лам яджидил маа. Су табалмаған кісі. Фи ауалил уақти. Намазың уақыты кірді. Мысалы, бесін намазының уақыты кірді, су табалмады, су жоқ. Осы кісінің وَهُوَ يَرْجُوا أَنْ يَجِدَهُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ. Намазың уақыты шығам дегенге дейін су табаламын деген үмітте болатын болса, намаздың уақыты кірген кезде су табалмаған кісі, намаздың уақыты шыққанға дейін су табамын деген ойда болатын болса, үмітте болатын болса, أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. намаздың уақыты шыққанға дейін кешіктіруі мустахаб амал болып табылады. فإن وجد الماء. Егер намаздың уақыты соңына жақындап қалған кезде, әлі шыққан жоқ, бірақ шығуына бір жарты сағаттай уақыт қалды. فإن وجد الماء. Бұл адам намаздың уақыты, соңғы уақыты жақындап қалған кезде су тапқан болса, тавадда бихи. Сол сумен дәрет алады, уасалла, және намазын оқып алады. Намаздың уақыты шықпай тұрып оқып алады. Уа илля, намаздың уақытының соңына кеп қалды, бірақ әлі су жоқ, су табылмады. Не істейді? Таяммама. Су таппаса, таяммум соғады, уасалла, және намазын оқиды. Бұл қандай кісіге қатысты? Су табылып қалады, су табамын деген үмітте болған кісі үшін. Егер адамда, мысалы, шөл далада жүр, судың табылуы мүмкін емес. Мұндай адамға намаздың
намазды соңғы уақытына дейін кешіктіруі мұстахаб амал емес. Ол адам намаздың уақыты кірген кезде егер су табу мүмкіндігі жоқ болатын болса, намаздың уақыты кіргенде ақ таяммум алып намазын оқи береді. ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. ويصلي بتيممه алған таяммуммен, яғни соққан таяммуммен ما شاء من الفرائض والنوافل, қалағанынша парыз намаз және қалағанынша нәпіл намаздарды оқи береді. Құдды дәреттегі сияқты. Мысалы, бір адам таң намазына дәрет алған кезінде сол дәретпен, егер дәреті бұзылмайтын болса, таңды да оқуына болады, бесінді де оқуына болады, асырды да оқуына болады, бұзылмаса шамды да оқуына болады, тіпті құптанға шейін құптанды да оқуға болады. Дәретте, таяммум да сол сияқты. Егер су табылмаса, сонымен қатар бұл адамның таяммум соққаннан кейін дәреті бұзылмаса, осы таяммуммен қалағанша парыз намаздарды оқи алады, сонымен қатар қалағанынша нәпіл намаздар, сүннет намаздарды оқи беруіне болады. Тіпті бұл адам сумен дәрет алған кісіге имам болса да болады, имам да бола алады. ويجوز التيمم للصحيح المقيم في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته صلاة الجنازة فإنه يتيمم. ويجوز التيمم للصحيح. تيمم соғу сау адамға жайыз, сау адамға, яғни сау дегеніміз ешқандай ауыру жоқ, сырқаты жоқ, суды қолдана алатын кісі. Сол адамға таяммум соғу жайыз. Әрі қандай кісі? Әл-муқим. Әрі сау, әрі муқим, яғни елді мекенде тұрып жатқан кісі. Елді мекенде судың жоқ болуы мүмкін емес. Елді мекенде су болады. Сондықтан да елді мекенде су бар жерде тұрған тұрғылықты кісі, әрі сау, былай айтқан кезде таяммум соғуға ешқандай негіз жоқ. Осындай кісіге таяммум соғу жайыз болады, рұқсат етіледі. Фил Мисри, қаланың ішінде, елді мекеннің ішінде. Қандай жағдайда? Ида хадарат жаназатун, бір жаназа келсе, жаназа дайын болса, жаназа намазы оқылайын деп жатса. Вал валию ғайруху, сол жаназаның туысы, жаназаның уәлиі, яғни өлген кісінің, қайтыс болған кісінің әкесі, немесе қайтыс болған кісінің баласы болмаса бұл адам. Яғни ол адамның ешқандай бір жақыны, қамқоршысы болмаса. Яғни жаназаға бөтен кісі болса. Бұл не деген сөз? Бұл жерде егер жаназаның туысы болса, яғни өлген кісінің, қайтыс болған кісінің әкесі болса, баласы болса, не істей алады? Жаназаны күттіре алады. Жаназаны күттіре алады. Яғни бұл бөтен кісі болғандықтан не істей алмайды? Жаназа намазын күттіре алмайды. Мен күте тұрыңдар, мен дәрет алып келем дей алмайды оларға. Оларға ондай сөзі үкімі жүрмейтін кісі. Мұндай кісі фахафа, қорқса не нәрседен? Иништағала бит-тахарати, сумен дәрет алып жүрген кезде ән тафутаху салатул жаназа, жаназа намазы оқылып қояды деп қорқатын болса. Яғни қаладағы дені сау кісі, елді мекеннің ішінде су бар, сонымен қатар дені сау, бұл адам бір жаназа намазына қатысайын деп тұр. Бірақ сумен дәрет алып келем дегенше жаназа намазы оқылып қояйын деп тұр. Және бұл кісі жаназа намазын оқымай қоя тұрыңдар деп күттіре де алмайды. Өйткені жаназаның ешқандай туысы емес, бөтен кісі. Мұндай адам егер жаназа намазынан қалып қоямын, үлгере алмай қаламын деп қорқатын болса, таяммум соғуы жайыз болады бұл кісіге. Уаказалика, тағы сол сияқты, мән хадарал айда, бір кісі айт намазына келсе, құрбан айт болсын, ораза айт болсын, екеуінің қайсысы болса да айт намазына келген кезде фахафа иништағала бит-тахарати, бұл кісінің дәреті жоқ, және бұл кісі қорқып отыр. Не нәрседен қорқып тұр? Иништағала бит-тахарати, егер дәрет алатын болсам, сумен дәрет алатын болсам, ән тафутаху салатул айт, айт намазы бітіп қояды, үлгере алмай қаламын деп қорқатын болса, фаиннаху ятаяммаму, бұл кісі таяммум соғады, ва юсалли, және айт намазын оқи береді.
Демек, айт намазына келген кезде кісінің дәреті болмаса, немесе дәреті бұзылып қалатын болса, және бұл кісі дәрет алып жүрген кезде айт намазының бітіп қалуынан, аяқталып қалуынан қорқатын болса, су болса да, дені сау болса да, топырақпен, жер жынысымен таяммум соғуына болады, және сол таяммуммен айт намазын оқи береді. Міне осы айтылған екі мәселеде бұл намаздардың қазасы жоқ. Жаназа намазының қазасы жоқ. Сол сияқты айт намазының да қазасы жоқ. Кімде-кім бұл намаздарды жіберіп алатын болса, оны қазасын өтей алмайды. Сондықтан да қазасы жоқ намаздарға кешігіп қалам деген кісі, егер су бар болса да, дені сау болса да, таяммум соғып сол намазды оқуына болады. وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوتَهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا. Ал енді басқа жағдай. وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ Жұма намазына келген кісі қорқатын болса. Неден? Иништағала бит тахарати, қазір дәрет алсам, антафутаху салатул джамаа, антафутаху салатул джумаа. Жұма намазына үлгере алмай қалам, жұма намазы аяқталып қалады деп қорқатын болса. Яғни жұма намазына келген кезде адамның дәреті болмаса, және ол кісі дәрет алып жүрген кезде жұма намазы бітіп қалады деп қорқатын болса, ләм ятаяммам, ол кісіге таяммум соғуға болмайды. Жұма намазына үлгере алмайтын болса да, таяммум соға алмайды. Ол кісі не істейді? Олакиннаху ятаваддау, ол кісі дәрет алады. Үлгере алмайын деп қорқатын болса да, барады да сумен дәрет алады. Фаин адракал джумуата саллаха. Дәрет алып болғаннан кейін жұма намазына үлгерсе, оқиды жұма намазын. Ва илля, ал егер үлгермесе, салла зухра арбаан. Жұманың орнына зухур намазын, яғни бесін намазын 4 ракат қып оқиды. Бесін намазының 4 ракат парызын оқиды бұл кісі. Ва казалика, дәл сол сияқты, иза дақал уақту, намаздың, 5 уақыт парыз намаздың біреуінің уақыты шығайын деп тақалып тұрса, иза дақал уақту, 5 уақыт парыз намаздың біреуінің уақыты шығайын деп тақалып тұрса, фахашия, және дәреті жоқ кісі қорқса, мейлі ғұсылы жоқ кісі болсын, дәреті жоқ болса да, ғұсылы жоқ болса да, бұл кісі қорқса, не нәрседен? Ин таваддаа фатал уақту, дәрет алам дегенше намаздың уақыты шығып кетеді деп қорқатын болса, ләм ятаяммам, бұл кісіде таяммум соқпайды. Таяммум соғуға рұқсат жоқ. Валакиннаху, не істейді? Ятаваддау, дәрет алады. Намаздың уақыты шығып кетеді деген қауіп, қорқыныш болса да, таяммум соқпайды, оның орнына дәрет алады, сумен дәрет алады. Ва юсаллиха, үлгермесе ол намазға, юсаллиха фаитатан, ол намазды қаза қылып оқиды. Демек, жұма намазының орнына оқылатын бір намаз бар. Жұма намазына үлгере алмай қалған кезде оның орнына оқылатын бір намаз бар. Ол бесін намазы. Сол сияқты 5 уақыт намаздар, таң намазы, бесін намазы, асыр намазы, шам намазы, құптан намазы. Бұлар да егер өзінің уақытында оқылмаса, уақыты шығып кеткеннен кейін бұл намаздардың қазасы оқылады. Яғни уақытында оқылмаған күнде де орнына оқылатын қазасы бар. Демек, орнына оқылатын қандай да бір намаз бар болатын болса, немесе қазасы бар болатын болса, бұл намазға кешігіп қалу қаупіне байланысты таяммум соғуға болмайды. Керісінше, кешіксе де дәрет алады, үлгерсе сол намазды оқиды, үлгермесе оның қазасын, немесе оның орнына жүретін намазды оқиды. Уал мусафиру, жолаушы адам, иза насиял маа фи рахлихи, жолаушы адам суды жүгінде ұмытып кетсе, яғни жүгінде суының бар екендігін ұмытып кетсе, көлігімен сапарға шықты. Көлігінің бір жерінде жүгінде, сумкасында судың бар екенін ұмытып кеткен. Таяммама ва салла, су жоқ деп ойлап
бар суды ұмытып, су жоқ деп ойлап, таяммум соғады, осалла, кейін намазын оқып алады. Сумма закарал маа фил уақти, кейін намаздың уақыты шықпай тұрып, жүгінде судың бар екендігі есіне түссе. Лам юид ас-салата инда Аби Ханифата ва Мухаммадин рахимахуллах. Тарафанның көзқарасы бойынша, яғни имам Абу Ханифа мен имам Мухаммадтың фәтуасы бойынша, бұл адам намазды қайтып оқымайды. Ва юиду инда Аби Юсуфа, ва юиду инда Аби Юсуфа. Абу Юсуфтың көзқарасы бойынша бұл намазды қайтадан оқиды, егер намаздың уақыты шықпаған болатын болса. Енді бұл мәселеде имам Абу Ханифа мен имам Мухаммадтың көзқарасы негізге алынады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Үш мәселеге қатысты үмметімнің істеген амалдары кешіріледі деген, олардан көтерілген деген. Олардың бірі ұйқыда жатқан кісінің ұмытып кеткен және біреудің мәжбүрлеуімен жасаған кісінің күнәлары кешіріледі, олардан қалам көтерілген деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан да бұл адам ұмытып кеткендіктен оның алған таяммумы дұрыс, сонымен қатар оқыған намазы да дұрыс, оны қайтадан оқудың қажеті жоқ дейді имам Абу Ханифа мен имам Мухаммад. وليس على المتيمم بعد ذلك إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء. Таяммум алған кісі осы жақын маңайда, яғни 2 шақырымға жетпейтіндей жерде, айналасында, маңайында судың бар екендігі турасында ол кісіде басым ой қалыптаспайтын болса, басым ой қалыптаспаған болса, яғни бұл маңайда су бар деген бір ой қалыптаспаған болатын болса, ол кісіге суды іздеу қажет емес. Суды іздеу қажет емес. Ән ятлубал маа, суды іздеу қажет емес. Ва ин ғалаба ала заннихи анна хунака маан лам яджуз лаху ан ятаяммама хатта ятлубаху. Ал егер таяммум соққан кісіге немесе су жоқ болып таяммум алайын деп жатқан кісіге, егер оның ойында осы маңайларда бір су болуы тиіс деген бір ой қалыптаса, бұл ой қайдан қалыптасады? Мысалы, айналасында жүрген кісілерден сұрау арқылы. Мысалы, бір кісіден сұрады, осы маңайда су бар ма деген кезде біреу оған хабар берді. Осы маңайларда, мына жерлерде бір су болуы мүмкін, мен де толық білмеймін деп, мысалы, суды хабар берді бір кісі. Я болмаса, судың бар екендігінің белгілері бар. Сол белгілері қарап, ол адамда осы маңайда су болуы тиіс деген бір басым ой қалыптасатын болса, бұл кісіге суды іздемегенше, яғни бұл судың табылып қалуы тиіс болған су, егер 2 шақырымнан ұзақ болмаса, 2 шақырымға жетпейтіндей жерде болатын болса, онда сол суды іздемей тұрып таяммум соғуына болмайды. Сондықтан су табылып қалады деген ойда болған кісі бірінші таяммумай тұрып суды іздеу керек. فإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم. Bir кісі сапарда келе жатыр, қасында бір кісі бар, жанында жолдасы бар, серігі бар. Өзінің суы жоқ, бірақ қасында жолдасының, жол серігінің суы бар. Бұл адам жолдасымен, فإن كان مع رفيقه, сол жол серігімен, жолдасымен келе жатқан кезде, сол жолдасында мәун, суы бар болатын болса, талабаху минху, сұрау керек. Қабла ән ятаяммама, дәрет алмай тұрып. Фәйн манағу минху, егер қасындағы жолдасы су бермесе оған, таяммум соғады. Сосын барып, осалла намазын оқи береді. Әрине бұл жерде мынандай бір тәжірибе болуы тиіс. Яғни қасындағы жолдасы бұл суды қызғанбайды, суды береді,
Су деген ол арзан нәрсе, тегін нәрсе. Сондықтан көп адам мысалы суды қызғана бермейді. Сондықтан да не істеу керек ол адамға қасындағы кісіден бірінші, егер өзі су таппаса, өзінің суы болмаса, содан сұрауы тиіс. Сұрайды. Берсе сол сумен дәрет алып намазын оқиды. Ал егер бермесе, таяммум соғып намазын оқи береді. Ал егер ол кісіні таныса, білсе, су бермейтіндігін бұрыннан тәжірибеден өткен болып, оның бермейтіндігін білетін болса, сұрамай таяммум соға беруіне болады делінген. Сабағымызды осы жерде тәмамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.